Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Маған өте көп келген сұрақтар, COVID-19-ға тестті қайдан тапсырамыз, қалай тапсырамыз деген сұрақтар өте көп келді. Бүгін 31 желтоқсан Оңтүстік Кореяның халықаралық әуежайында коронавирусқа тест тапсыру орталығы ашылды. Бұл орталық әуежайдың екінші қабатында орналасқан. Бұл жерде отандастарымыз емін еркін тест тапсырып, тесттің нәтижесін 7 сағаттың ішінде алуына болады. Шетел азаматтарына жасалған үлкен мүмкіндік. Бұл жерде сіз қалалық ауруханаларға қарағанда тест тапсыру үшін 50 мың, ал тесттің нәтижесін алу үшін бар болғаны 30 мың төлесеңіз соның өзі жеткілікті. Енді шетел азаматтары ауруханаларда кезекте тұрмай-ақ, тікелей халықаралық әуежайдан тест нәтижесін алса болады. Бұл шетел азаматтары үшін үлкен мүмкіндік.